Қайтыс болған қазақстандықтың зейнетақы жинағы оның мұрагерлеріне тиесілі. Алайда егер олар болмаса, ақша коммуналдық меншікке кетеді. Мұның қалай жүзеге асатыны туралы толық ақпарат беретін боламын, соңына дейін қараңыздар. Соңғы мәліметтер бойынша қазақстандықтың зейнетақы шотында шамамен 18,9 триллион теңге жинақталған. Жинақтар салымшыларға тиесілі, бірақ оларды зейнеткерлікке шыққаннан кейін немесе кейбір басқа жағдайларда, мысалы азаматтығы өзгеріп, шетелге көшкен жағдайда ғана пайдалануға болады. Алайда қазақстандық зейнетақы жинақтарын пайдаланып үлгермей, мерзімінен бұрын қайтыс болған жағдайларда да бар. Мұндайда марқұмның ақшасы жойылып кетпейді, мұрагерлікке өтеді. Қайтыс болған салымшының ақшасын алу үшін оның мұрагерлері бірқатар құжаттарды, соның ішінде мұрагерлік туралы куәлік жинап зейнетақы қорына тапсырылуы керек. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында атап өткенде Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес ақша мұрагерлер талап еткенге дейін қордың шотында болады. Алайда кейбір жағдайларда қаражат мемлекетке өтуі мүмкін. Мысалы, егер қайтыс болған адамның мұрагерлері болмаса, немесе олардың барлығы мұрадан бас тартса, бұл жағдайда мұра иеліктен шығарылған мүлік деп танылады және мұра ашылған жер бойынша коммуналдық меншікке өтеді. Мұра салымшы қайтыс болғаннан 1 жыл ішінде ашылған жері бойынша және жергілікті атқарушы органдардың өтініші негізінде сот шешімімен ғана жарамсыз мүлік деп танылуы мүмкін. Есіңізге сала кетейік, мұрагерлік жағдайда қазақстандықтар қайтыс болған азаматтың барлық жинағын ала алады. Қаражатты есептеу кезінде 10% жеке табыс салығы түрінде алынады. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.